Ассалаумағалейкум әлеумет. Эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары, студияда Зейін Әліпбек. Алдымен бүгін көретіндеріңіз. Адасқандар, елордада Сириядан оралған 14 қазақстандыққа қатысты сот отырысы басталды. Бүгін елордада Ирак және Левант лаңкестік ұйымы жасағында болған үшін айыпталған 14 қазақстандыққа қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Ашық сот процесіне ақпарат құралдарының өкілдері де жіберілді. Сотталушылар террористік топтың әрекетіне қатысты деген айыппен келісіп отыр, бірақ кейбірі кінәсін толық мойындағысы жоқ. Гүлжан Марқабаева жалғайды. Елорда шетіндегі ескі түзеу мекемесі Сириядан оралған 14 сотталушы дәл осы ғимараттың әдетте ауыр қылмысқа күдіктілерді ұстайтын бөлігінде қамауда отырады. Жеке камера, бірақ бүгін олар бірге, сондықтан сот залындағы шағын әйнек қоршау тарлық еткенде. Қылмыстан қашып келгенмен жазадан ешкім құтыла алмайды, бірақ олар жазаның жеңілдігі үшін бәрін кінәлауға да бар. Тіпті марқұм әкесінде. Ол кезде мен әкем айтты, мен қатыспаймын уақыт деген кезде, әкем маған қатысы, балам ертең өзіңе керек болады деген екен. Мен мәжбүрмен қатысым ол кезде. Олардың Сирияға кету сценарийі бір. Мысалы, Руслан Қуанов 2012 жылы небәрі 21 жасында пойызбен Мәскеуге, сосын ұшақпен Египетке кетеді. Сирияға сапар 8 жылға созылды, ұзақ әрі ауыр. Оларға қылмыстық кодекстің кем дегенде 2 бап бойынша айып тағылып отыр. Қарулы жихадқа қатысу, ислам дінінің үстемдігін орнату жолында жанын құрбан етіп, шахид болып, әрбір мұсылманның қасиетті парызы және жұмаққа кірудің бірден бір жолы деп ойдеген. Айыпталушылардың дені қылмыстық кодекстің 257 бабының 2 тармағын, яғни террористік топтың әрекетіне қатысу айыбын толық мойындайды, бірақ басқасымен келіскісі жоқ. 230 бабының бірінші бөлігімен келіспеймін. Себебі мен ол жерде жаңағыдай видео түсу насихаттады деген айып тағып отыр маған. Бірақ та мен ол жерде ешқандай насихаттап халықты немесе ешкім шақырған жоқпын мен. Әрбірінің бір адвокаты бар, дені мемлекеттік, демек тегін. Сондықтан болар, бүгін олар судьямен де Сонда келсем. Соттың қарауына. тілшілермен де ашық пікірталасқа барған жоқ. Менің қорғауымда кісі толық өз айыбын мойындап отыр. Прокурор айыбы заңды деп ойлайсыз? Заңды. Сотталушылардың ең жасы 1991 жылғы, яғни 22 жаста. Ал жасамысы ел ағасы болмаған елудегі Бақытжан Ғазинұр. Экстремистердің жасағында болған, жасақтан қашқан отандастарын іздеуге һәм ұстап беруге көмектескен деседі. Жусан операциясы шеңберінде еліне оралған қазақстандықтардың 15-не бұған дейін түрлі жаза тағайындалған болатын, бірақ ол жабық режимде өтті. Бүгінгі отырысқа отандық бақ өкілдері қатыстырылды. Отырыс залына кіргізбесе де жеке бөлмеде бақылауға мүмкіндік алдық. Дегенмен бүгінгі сот отырысына сотталушылардың туыс-туғандары келмеді, не келгісі келмеді, не хабар жетпеді. Өтінішім ата-анам келгенін қалаймын мына жерге. Осы жерге келген. Ертерек бүгін Ода хабар естімеген ба? естімеген болып тұр. Өйткені мен айттым, келсін обязательно келсін десе келеді мен анам. Қатысқанын қалаймын. Бүгінгі сот отырысына қатысқан жалғыз ана, денсаулығына байланысты сот отырысына қатыса алмаған айыпталушы Айыпқалиевтің анасы. У него из 100% тела 70% тела вообще не функционирует. Алғашқы сот отырысында сот құрамы жарияланды. Іске Әділхан Шайхисламов төрағалық ететін болады. Бұған дейін ол Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевке, кәсіпкер Тоқтар Төлешевтің және ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевқа қатысты атышулы істерді жүргізген. Куәлар бар. Солардан арасында содан кейін айғақ заттарды зерттейді, іс материалдарды зерттейді. Содан кейін жарыс сөзге келеді. Түсінікті ғой. Қылмыстық істің материалдары 100 томға жуықтайды. Айыптаушылар елге мамыр айында оралған. Ескерсек, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жарты жылдың ішінде 14 қазақстандыққа қатысты осынша істі жинап үлгерген. Бүгін Нұр-Сұлтанда басталған алғашқы ашық сот процесі бір айға созылады деген болжам бар. Гүлжан Марқабаева, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар. Атап айтсақ, Жусан операциясы барысында Қазақстан Сириядан 595 азаматын қайтарып алды. Олардың 400-ден астамы бала. Қайтарылғандардың ішінде 10 ер азамат және 5 әйел Ирак және Левант лаңкестік ұйымының қызметіне қатысқан үшін түрлі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесілген болатын.
Бүгін Жапония халқы өзінің жаңа императорын ұлықтады. 30 жыл бойы тақта отырған император Акихитоның ұлы Нарухито тізгінді қолына алды. Салтанатты рәсімге елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Күншығыс елінен Дархан Әбдуақит әңгімелейді. Императорлық жүйенің 2700 жылдық тарихы бар дейтін болсақ, сол 2700 жылдың ішінде 58 император көзі тірісінде тақтан түскен екен. Әрқайсының өз себебі бар. Ал Акихитоның өз еркімен тізгінді тапсыруы сол оқиғалардың тізбегін толықтырады. Дәл мұндай жағдай осыдан 2 ғасыр бұрын болған екен. Таққа отыру жапонның таным түсінігінде қастерлі рәсім. 2016 жылдың тамызында император Акихито халыққа жолдауын жариялап, денсаулығы мен жасын меңзеген сәттен ақ тақтан түсетіні жайлы нақты айтпаса да билікті жақын арада мұрагері Нарухитоға тапсыратыны белгілі болды. Билік тізгінін Нарухито биыл мамырдың 1 күні қолына алды. Сол кезде халыққа 10 күн демалыс беріліп, дәстүрге сай рәсімдер өткен. Ал бүгінгі ұлықтауды көбіне көп жаһанға жариялау деп сипаттаған жөн шығар. Себебі жиынға 190 мемлекеттен делегация қатысты, олардың дені мемлекет басшылары бастап келді. Императордың таққа отыру рәсімінде елбасы құрметті қонақтардың қатарында болды. Уайттай киім үлгісі Нұрсұлтан Назарбаев үшін таңсық емес. Осындай деңгейдегі іс-шаралардың талап тәртіптерін елбасы үнемі бұлжытпай орындайды. Ұлықтаудың өзегі жөн жоралғы, ежелгі дәстүрге сай әуелі тиісті ғұрыптар орындалды, содан соң жаңа императордың өзі сөз алды. 30 жылдан астам уақыт бойы аса мәртебелі құрметті император Акихито халқының бақытты болуын, әлемдегі бейбітшіліктің берік болуын тіледі. Мен Жапонияның бірлігі мен мемлекеттілігінің нышаны ретінде конституцияға сәйкес қызмет атқарамын. 30 жыл бойы император болған Акихитоның дәуірі Хейсей деп аталады. Мазмұны бейбіт өмір. Енді Хейсей дәуірі Рейваға, яғни тамаша үйлесімдік дәуіріне ұласты. Жергілікті тұрғындардың жаңа императорға деген ықыласы ерекше, ал Акихитоның тақты тапсыру туралы шешіміне құрметпен қарайды. The parade of the emperor inauguration. Билік шеру өткізуді кейінге қалдырды. Жойқын тайфун салдарынан 200-ге жуық адам зардап шегіп, 70-тен астам тұрғын қаза тапты. Табиғи апаттан соң аймақтарды қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Император отбасының парадтың уақытын шегере тұру туралы шешімін құрметпен қабылдадық. Тайфуннан зардап шеккендерге қолдау білдірген үшін императорымызды ұлықтаған сәтте қуанышымызға ортақтасқан үшін бүкіл әлемге ризашылығымды айтамын. Император әулеті Нұрсұлтан Назарбаевты жақсы біледі. Жапонияға сапарлары кезінде бірнеше мәрте кездескен. Әсіресе елбасының ядролық қарусыздануға қатысты бастамаларын қуаттайды. Хейсей дәуірінде, яғни император Акихитоның тұсында Нұрсұлтан Назарбаев Жапонияға бірнеше рет сапарлады. Сол сапарлардың әрқайсысы тарихи деп атауға лайық. Өзара ынтымақтастық бүгінгі күні стратегиялық әріптестікке ұласты. Ұлықтау рәсіміне елбасын Жапон үкіметінің арнайы шақыруы да қарым-қатынастың әлеуетін аңғартады. Сонымен бүгін Акихитоның тұңғышы 59 жастағы Нарухито таққа отыр. Дәстүрге берік әулет Рейва дәуірінде халыққа одан бетер жақындай түседі деп топшылайды сарапшылар. Таққа талас жапондардың табиғатында жоқ деседі. Керісінше императорға қызмет етуге, жүйені қалпын бұзбай сақтап қалуға талпыну қай заманда да болған. Себебі император елдіктің нышаны, император тіл мен ділдің сақшысы, император өткеннің өнегесі, келешектің бағдары. Бәлкім осынау зор құрмет бұл дәстүрді бүгінгі күнге жеткізгенде болар. Дархан Әбдуақит, Еділ Ермекбаев және Айдос Ентебеков, Токиодан. Жапонияға сапары аясында елбасы Украина президентімен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Зеленскийді сайлаудағы жеңісімен құттықтап, алдағы қызметіне табыс тіледі. Сондай-ақ Қазақстанның тұңғыш президенті Украинадағы жағдайға байланысты алаңдаушылық білдіріп, елдің оңтүстік шығысындағы шиеленісті бейбіт жолмен реттеудің маңызын атап өтті. Екі мемлекет ынтымағын нығайту, өзара тауар айналымын арттыру мәселелері де екеуара әңгімеге арқау болды. Слежу за каждым днем Украины. Мне для меня безразлично, не потому что я 2 года когда-то проучился, но как металлург связан был со всеми заводами Украины. И с Кривым Рогом, и Азовсталью, Днепропетровскими, Днепродзержинскими предприятиями. Не единожды посещал с первых дней незалежности, начиная с господина Кравчука. Всех остальных хорошо знаю. Вы
впервые из всех президентов избрали с таким доверием, 70 с лишним процентов. У вас есть все возможности осуществить то, что вы хотели. В чем я вам желаю успеха. Спасибо вам большое. Хотим действительно качество. Біз ең әуелі экономикалық сапалы өзгерістерді көздейміз. Құқық қорғау жүйесін жаңартып жатырмыз. Әрине мұның бәрі тұрғындар көптен бері күткен жаңашылдықтар. Ең бастысы сайлаудың өзі тыныш өтті. Бұл маңызды. Мен Нью-Йорктегі кездесуде Тоқаев мырзаны Украинаға сапармен келуге шақырдым. Осы сәтті пайдаланып, сізге де еліме келіңіз демекпін. Украина әркез Қазақстанның бастамаларын қолдайды әрі сізге алғыс айтады. Елбасының Жапонияға сапары ертеңде жалғасады. Сапар кезінде Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр. Жапония Қазақстанмен экономикалық байланыс орнатқан ең ірі елдердің бірі. Екі елді жақындастыратыны ядролық қаруға қатысты ұстанымы. Қауіпсіз әлем құрудағы мүддеміз ортақ. Қазақстан Семей полигонының күншығыс елі Нагасаки мен Хиросимадағы жарылыстың зардабын тартты. Оның адамзат үшін залал екенін білсе де, сол қаруды өзіне қорған, не өзгелерге сес көрсету үшін ұстап отырған елдер әлі де көп. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше қазір жер бетінде 15 000 ядролық қару бар. Әуелі шағын құрамда, түрлі ортада ғана айтылып келген ядролық қарусыздану бастамасына алғашқы болып қосылғанда осы Жапония. Бірлесе әрекет етудің арқасында ядролық қарусыз әлем құру тақырыбы халықаралық деңгейде талқыланып, кейін 29 тамыз ядролық қарудан бас тарту күні деп бекітілді. Бейбітшілікті қалай сақтаймыз? Қарапайым болып көрінген бұл сұраққа менің берер жауабым: ядролық қаруды тасымалдауға тыйым салу керек. Бірлесіп, Солтүстік Кореяның қарусыздануын, Иран мәселесін және Үндістан мен Кашмирдің арасындағы келіспеушілікті бейбіт жолмен реттеу маңызды. Осы жерде Қазақстанның бітімгерлік тәжірибесі қажет. Қорытынды жаңалықтардан кейін хабар арнасының эфирінен Қазақстан мен Жапонияның жаппай қырып жою қаруынан бас тарту жолында жасап жатқан жұмыстары жөнінде арнайы деректі фильм көрсетіледі. Қазақстан и Япония вместе в безъядерный мир туындысын президент телерадио кешені дайындаған. Биыл бензин мен дизель отыны бағасының өсуіне еш негіз жоқ. Бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев осын айтты. Қауесет таратып жорамал жасаудың керегі жоқ. Биыл баға өзгермейді деді. Ол акциздің бағасына да қатысты екенін айтты. Оның сөзінше Әділет министрлігі, энергетика министрлігі, қаржы министрлігі бірігіп бұйрық шығарды. Оғанса енді бензин, дизель отыны мен басқа да мұнай өнімдерін Қазақстан аумағынан 6 айға шығаруға тыйым салынған. Бұған дейін министр Қазақстанда бензин ресейлік бағаға жетуі мүмкін екенін айтқан болатын. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының негізгі бөлігі білім беру және денсаулық сақтау салаларына тиесілі. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов мәлімдеді. Осы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша жобалардың жалпы саны 1253-ке жеткен. Оған бағытталған қаражаттың құны 3,5 триллион теңге көлемінде. Оның ішінде 1,6 триллион теңгеге 615 шарт жасалған. Ал 1,9 триллион теңгеге 638 жоба дайындалуда. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестікті әрі қарай жетілдіру үшін барлық рәсімдерді электронды форматқа ауыстыру ұсынылуда. Бұл жұмыстарды мемлекеттік сатып алу порталымен де интеграциялау жоспарланған. Үкімет басшысы Асқар Мамин салаға қатысты бірқатар тапсырма жүктеді. Премьер-министр мүдделі мемлекеттік органдарға ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп, өздері жетекшілік ететін салаларда мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту бойынша жол карталарын әзірлеуді тапсырды. Сондай-ақ осы үкімет отырысында 2015-2019 жылдарға арналған Нұрлы жол инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы туралы да айтылды. Мемлекеттік жекешілік әріптестік дамыту үкіметтің жұмысының басым бағыттарының бірі болып табылады. Маңызы үлкен жобалар көлік және инфрақұрылым, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында, білім беру, денсаулық сақтау сияқты салаларда іске асырылды. Мемлекеттік жекешілік әріптестік механизмі енгізілгеннен бері 1,6 триллион теңгеге 615 шарт жасалды. Сонымен қатар 1,9 триллион теңгені құрайтын 638 шарт пысықталуда. Ұлттық экономика және индустрия министрліктеріне мемлекеттік жекешілік әріптестікті дамытуы озық халықаралық тәжірибені ескере отырып, заңнамаға қажетті өзгерістерді пысықтауды тапсырамын. Жобалардың ең көп бөлігі білім беру және денсаулық сақтау салаларында, одан кейін мәдениет және спорт, энергетика және тұрғын үй салаларында.
көп капиталды қажет ететін жобалар көлік және инфрақұрылым, энергетика және тұрғын үй салаларында. Жобаларға жеке инвестиция тартуды жақсарту үшін мынадай жаңа шаралар ұсынылады. Әріптестік жобалары бойынша бір терезе құру, пакеттік шешімдер ұсыну, қайтарымды әріптестікті енгізу, әріптестік процестерін цифрландыру. Осы жұмыстарды жасау үшін біз заң жобасының тұжырымдамасын әзірледік және түзетулер дайындап отырмыз. Президент Тоқаев бүгін премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Премьер-министр мемлекет басшысына еліміздің әлеуметтік экономикалық ахуалы, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының қымбаттауына жол бермеу үшін қабылданып жатқан шаралар туралы мәлімет берді. Күні кеше ғана президент әлеуметтік нан бағасының өсуіне байланысты үкімет пен әкімдерге шұғыл шаралар қабылдап, субсидия қарастыруды тапсырды. Көмір бойынша да осындай тапсырма берілді. Көмір компанияларымен келісіп, бағаны қолдан өсіріп отырған делдалдарға жол берілмеу тиіс, бақылауында болады деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев. Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан халқының 70,3% қолдайды, ал тұрғындардың 74,9% президентке сенеді және 70%-дан астамы мемлекет басшысының бастамалары халықтың әл-ауқатын жақсартуға, елді дамытуға қауқарлы деп санайды. Еуразиялық интеграция институты жүргізген сауалнама қорытындысы осындай. Сауалнамаға 18 жастан асқан 2000-ға жуық адам қатысқан. Шынар Асанқызы айтып береді. Қоғам жаңа президенттен жаңашылдықты күтетін заңды. Өйткені халық арасында да, халықаралық қатынаста да президент билігін мойындату қажырлы еңбекті нақты нәтижені талап етеді. Оны таразылайтын да, бағалайтын да бұқара. Қаншалықты сенесіз Қасым-Жомарт Кемелұлына президентке, қаншалықты сенесіз, қаншалықты қолдайсыз, сондай-ақ қандай реформаларды білесіз, сол реформаларға сенесіз бе, сол реформаларды сіз дұрыс деп ойлайсыз ба деген бағытта осындай сұрақтар қойылды. 13 сұрақтан тұрды. Және әлеуметтік демографиялық блокты қамтыған 10 сұрақтан тұр. Сауалнама 14 облыс орталығында және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен ауылды аймақтарда жүргізілді. 18 жастан асқан 2000-ға жуық адам қатысты. Нәтиже мынадай. Мемлекет басшысы ретінде Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан халқының 70,3% қолдайды. Ал тұрғындардың 74,9% президентке сенеді және 70%-дан астамы мемлекет басшысының бастамалары халықтың әл-ауқатын жақсартуға, елді дамытуға қауқарлы деп санайды. Сайлағандықтан сенеміз ғой, жаңадан бастап тұрай балаң ақшасы деген сияқты ары қарай жақсы жүретін шығар деп сенемін. Жастар жылы дегесін, жастарға сол жағдай жасайды деп ойлаймын. Саясат сахнасына келген кез келген тұлға қоғамның қарама-қайшылығымен күресіп бастайтыны анық. Қасым-Жомарт Тоқаев президенттік қызметке келісімен өзінің алғашқы жарлықтарының бірін халықтың қарызын кешіруге арнап шығарды. Одан кейінгі зорлық-зомбылыққа жол бергендердің жазасын күшейту, зейнетақы қорында пайдаланылмай жатқан активтерді жұрт кәдесіне жарату жайлы бастама көтерді. Сауалнама нәтижесі осы бастамалардың көптің көңілінен шыққанын байқатады. Заявление президента о том, что земля не будет продаваться. Әсіресе президенттің жердің шетелдіктерге сатылмайтыны туралы мәлімдемесі халық тарапынан өте жоғары қолдауға ие болыпты. Қаншама жылдан бері мазалаған бұл сауалдың жауабын мемлекет басшысының өз аузынан естіген соң халықта кәдімгідей сенім пайда болғанын байқадық. Жалпақ жұрттың жатқа жұтылып кетеміз деген байбаламына байыппен тіл қатқан президент сол жұрттың басына бұлт үйірілгенде де қарап қалмады. Айдың күннің аманында тосыннан келген арыстағы апатқа түн қатып барып, ағайынға үн қатқан болатын. Сарапшылар Тоқаевтың арысқа формальды президент болып барып, арыстан елдің лидері болуға лайықты саясатшы болып қайтқанын айтады. Үкімет ақшаны қаражатты санайды. Қанша керек? Содан кейін қаражатты бөлеміз ақшаны. Ремонт жасап береміз. Мемлекет басшысы уәждің емес, уәденің адам екенін айналасына бірнеше мәрте ескертті. Сондықтан халық президенттің жолдауда жүктеген міндеті мінсіз жүзеге асса, әлі талай түйткіл шешіледі деп үміттенеді. Өйткені реформа тек реформа үшін жасалмауы тиіс. Шынар Асанқызы, Нұрғали Мамарбаев, қорытынды жаңалықтар. Беларусь президенті хабар арнасында эксклюзивті сұхбат берді. Александр Лукашенко екі елдің бүгінгі қарым-қатынасы жайлы айтып, Еуразиялық экономикалық одақпен оның даму барысына тоқталды. Президентке қойылған сұрақтардың көбі Қазақстан мен Беларусь қатынастарының дамуы туралы болды. Лукашенко екі елдің ынтымағы одан әрі нығая беретініне сенім білдірді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыртуымен 24-25 қазан күндері Александр Лукашенко Қазақстанға ресми сапармен келеді деп күтілуде. Бұл мемлекеттер арасындағы қатынасты қарқынды дамытып, сауда-экономикалық ынтымақтастықты
тереңдетуге және басқа салалар бойынша байланыстарды арттыруға серпін бермек. Вы упомянули нового. Сіз Қазақстанның жаңа президенті деп қалдыңыз. Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясаты Беларусь пен Қазақстан арасындағы жалғасын тауып жатқан процестер негізінде ғана емес, жалпы экономикалық одақтың дамуы негізінде белгіленген. Бұл адам негізі қаланған жолды тек жалғастырып қана қоймай, екі ел арасындағы қарым-қатынасты одан әрі нығайтылады. Негіз бар, мақсат айқын. Біз осы бағытты ұстанатын боламыз. Өзара сыйластығымызды арттырамыз. Алдағы уақытта біздің қарым-қатынасымыз бұдан да жақсы болады. Қазақстан мен Беларусь екі жақты даму мен қалыптасудың барлық саласында жоғары жетістіктерге қол жеткізді. Экономикалық одақ аясында сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтты. Соңғы 3 жылда екі ел арасындағы тауар айналымы 2 есе өсіп 2016 жылға 419 миллион доллардан 2018 жылы 896 миллион долларға жетті. Осы жылдың 8 айында өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда тауар айналымы 4%-ға дейін өсіп, ол шамамен 626 миллион долларға жетті. Қазақстанда 40-тан астам компания Беларусь кәсіпорындарының, сондай-ақ 170-тен астам дилерлік желінің өкілдері бар. Беларусьте қазақстандық капиталы бар 45 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Экономистер президент Александр Лукашенко сапарына үлкен үмітпен қарап отыр. Бұл Қазақстан мен Беларусь арасындағы саяси экономикалық байланыстарға тың серпін береді дейді сарапшылар. Екі ел президенттері қандай мәселелерге басымдық беруі мүмкін? Сарапшылардың пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз айтсын. Кеңес дәуірінде Беларусь Республикасы социалистік елдер одағының жинаушы цехы атанғаны белгілі. Яғни барлық өндіруші күш машинаның түр-түрі осы мемлекетте жасалатын еді. Технологияны дамытуға бейім Беларусияның қондырғылары бізге қажет-ақ дейді маман. Бізге олардың өнімдерін бізге керек. Неге? Біз енді мына Европаға, Қытайға біздің экспортымыз көбіректі. Сол жаңағы Беларусияның машиналарын, Беларусияның оборудованиясын, Беларусияның технологиясын аламыз да, өзіміздегі нәрселерді өндіріп, басқа елдерге сатамыз. Сондықтан бұл бізге тиімді. Сапарбай Жубаевтың сөзінше климаты жұмсақ, ыңғайлы континенттен орын тепкен елмен дос болуға себеп көп. Екі елдің басшылары бұл жүздесуде ауыл шаруашылығы жөнінде сөйлесулері әбден мүмкін. Өйткені Беларусияның импорты біздің сол елге экспортымыздан 4-5 есеге басым. Мәселен, Қазақстан 150 миллион долларға Беларусияға тауар жіберсе, олардан 500-600 миллион долларға зат тұтынамыз екен. Ал жалпы жылдық сауда айналымы 800-900 миллион долларға жуықтайды. Бұл елде дамыған өндіріс орындарының тәжірибесі Қазақстанға керек екені бесенеден белгілі. Олардағы өндірілген мынау әсіресе сүт өнімдері, ірімшік дейміз ба, май дейміз ба, оларға өте арзанға түседі. Тиімді оларды өндіру. Біздің енді климатымыз жаңағы 6 ай 7 ай қыс болғаннан кейін біздегі өндірілген өнімдерімізді енді өзіміз өндіруіміз керек, бірақ жаңа Беларусиямен бұл жөнінен оншалықты бәсекеге келе алмаймыз. Сондықтан олардың сапалы арзан сүт өнімдерін біз импорттауға қызығуымыз керек. Әрине, біз енді жаңағы барлығын сол Беларусия арзанға істейді екен деп олардікін пайдаланамыз. Өзіміздегі жаңағы сүт өнімдерін өндіргенде олардың кәсіпорындарымен біргелескен кәсіпорындар түзіп, өзімізде де сондай сапалы өнімдерді өндіруге, олардың жаңағы сүтін, олардың жаңағы ірімшіктерін пайдалана отырып істеуге мүмкіндік алуымыз керек. Маманның сөзінше қазір Украина мен Ресей арасындағы келіспеушіліктердің кесірінен еліміздің экономикасы күрт түсуі мүмкін. Себебі еліміз Украинаға Ресей арқылы өтеді, ал Беларусия осы түйткілді шешетін дара жол. Тауар айналымы қатынастарын Беларусь мемлекеті арқылы жалғастыруға болады. Әрі екі мемлекет Еуразиялық экономикалық одақ құрамына кіргендіктен бір-бірін қолдауға мүдделі дейді маман. Еуразиялық экономикалық одақтың құрамында болғандықтан бұл елде барлық жағдайда экономикамен қатар екі арасында байланысты сақтап отырады. Бұдан басқа екі ел ұжымдық келісім шартының құрамында қауіпсіздікке байланысты ұйымның біргеміз, ол бойынша мемлекеттер белгілі жағдайда біріне-бірі көмек көрсету мәселесі. Естеріңізге сала кетейін, бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент ретінде Беларусь басшысын алғашқы қабылдауы болмақ. Десе де, салмақты да саралы тақырыптар талқыланатыны сөзсіз. Өйткені қос елді байланыстыратын терең тарих бар. Ұлы Отан соғысы кезінде Беларусь жерін жаудан азат еткен қазақ батырлары осы топырақта терең тыныстап жатқанын ешкім ұмытпайды. Қазақстанда қазіргі таңда 100 мыңға жуық Беларусь ұлтының өкілдері тұрады. Олар өздерінің Беларусь ұлттық мәдени орталығы бар, ассамблеяның құрамына кірген.
Осыған байланысты Беларусияның президентінің де келу мақсаттарының бірі біздің елдегі өз ұлтының өкілдерінің байланысты орнату. Бұдан өзге екі мемлекетті экономикалық саяси мәселелерден басқа қорғаныс сауалы да байланыстырады. Қос елдің сарбаздары алма-кезек тәжірибе алмасып оқу жаттығуларын бір-бірінен үйренеді. Міне бүгінде арадағы ынтымақтастықтың жалғасқанына 27 жылдан асыпты, ал дәстүрлі достықтың оңды пәрмені тек көшбасшылардың қолында. Лаура Қуанышқызы, Камила Тастанбекова, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар. Мемлекет басшысы Республикалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақтықожа Ізмұхамбетовті қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Республикалық қоғамдық бірлестіктің атқарып жатқан жұмысы туралы баяндалды. Атап айтқанда, медиация туралы заңға сәйкес қолға алынған дәнекер жобасы бойынша жасалған шаралар жайлы айтты. Кездесуде ұйым мен кәсіподақтар федерациясының бірлескен жобалары талқыланды. Мемлекет басшысы ардагерлер туралы заңды тиянақты дайындауды, жолдаудан туындайтын мәселелерге ардагерлердің белсенді араласып, насихаттауын тапсырды. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісов бүгін 95 жасқа толды. Мерейтой иесін бүгін елбасы мен президент құттықтап, жедел хаттар жолдады. Қазақ әдебиетінің асқаралы биігі ұлттық прозамызды әлемдік деңгейге көтерген жазушы бүгінде ұлт руханиятының абыз ақсақалына айналды. Қан мен тер трилогиясы мен соңғы парыз дилогиясы күллі әдебиетіміздің табысы. Сөз өнерінің сардары туралы Индира Жылқайдарова айтып береді. Халық жөнінде біз бәріміз үлкен кішіміз жазу керек. Халық жөнінде шаршамау керек, көп айту керек. Халық үшін жазған тұлғалардың бірегейі Әбдіжәміл Нұрпейісов. Қазақ әдебиетінің асқаралы биігі, ұлттық прозамызды әлемдік деңгейге бірақ шығарған дара жазушы. Қан мен тер трилогиясы мен соңғы парыз дилогиясы жазушының ғана емес күллі қазақ әдебиетінің табысы. Ертіп әкелген құдығың осы ма? Су қайда? Бұл балықшылардың ауылы, су бар деп әді ертіп келген бұл. Адам тағдырын алапат төңкеріспен астастырған жазушының көркемдік көкжиегі Еуропа қаламгерлерінде қайран қалдырады. Трилогияда құты қашқан тірліктен жоғын іздеп, тас басып теңіз кешкен қиюсыз тағдырмен тұтас тарихи кезеңді бейнелейді. 25 жасында жазған Курляндиясында да қазақтың шырайлы, құнарлы тілімен ержүректікті суреттеді. КСРО мемлекеттік сыйлығын 3 қазақ алған. 3 қазақ алған, бірінші Мұхтар Әуезов болған, екінші Жұбан Молдағали болған, үшінші Әбдіжәміл ағамыз 95-ке келді, жоғарғы кеңестің депутаты болған. 2000 жылдардан бері бұл кісі Жұлдыз журналын басқарды. Бұл еңбектері өз алдына әдебиетші Әбдіжәміл Нұрпейісов бар өмірін арал проблемасына арнап келеді. Әбдіжәміл Нұрпейісов дегенде бізге әдетте арал елестейді. Табиғат жоқ болып кетсе, адамда ары қарай өмір сүре береді дегенге ешкімнің сенгісі келмейді. Соны Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің философиялық терең толғамдарымен жеткізген ұлы ғұламаның бірі. Алматы төрінде суреткер қаламгердің құрметіне шығармашылық кеш өтті. Мемлекеттік хатшы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын жеткізді. Құрметті Әбдіжәміл Кәрімұлы, мерейлі 95 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Көзі тірі классик, сөз өнерінің сардары, көрнекті қаламгер және қоғам қайраткері ретінде сіз ұлттық әдебиетіміз бен мәдениетіміздің дамуына, оның әлемдік деңгейде танылуына сүбелі үлесіңізді қостыңыз. 95 жастағы әлемді мойындатқан қаламгер қазақ әдебиетінің абызы еліне алғысын білдірді. Не жазсам да, соның бәрін өздеріне арнап жаздық қой. Апырай, қалай қабылдады екен деп күтетін бір қиналып күтетін күндерім болатын. Әйтеуір жазған кітабым сөреде жатқан жоқ бүкінді. Елордада да белгілі ақын жазушылар, ғалымдар Әбдіжәміл Нұрпейісов әлемі шеберлік феномені деген тақырыпты арқау етіп конференция өткізді. Оқып отырғанда адам су үшін жаралған ба, су адам үшін жаралған ба деген философиялық үлкен сауал қояды да, соған өзіндік жауап іздейді. Әлемдік деңгейдегі әйгілі туындыларында өмірді пәлсапалық тұрғыда терең жеткізетін жазушыны бүкіл ел құрметтейді. Индира Жылқайдарова, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.
Биыл Сбербанк Қазақстан Fitch Ratings халықаралық агенттігінің есебі бойынша деңгейін айтарлықтай көтерген. 2019 жылдың 9 айдағы көрсеткіші бойынша Сбербанктың қаржы активтері елдегі екінші деңгейлі банктер арасында екінші орында тұр. Еліміздегі ипотекалық бағдарламамен алынған әрбір екінші пәтер Сбербанк арқылы рәсімделген. Сонымен бірге автонесиелеу бағытында да серпінді дамып келеді. Жыл басынан бері қаржы ұйымының активтері 11%-ға өсіп, 2 триллион теңгеден асса, Қазақстан банк секторындағы несиелеу портфелі 10, депозиттік портфелі 8,5%-ды құрады. 52%. Біздің банктен депозит ашқан адамдардың қатары жыл сайын артып келеді. Жеке тұлғалар депозиттік шотты мобильдік қосымша арқылы ашады. Бұл көрсеткіш 62%-дан асты. Ал заңды тұлғалардың 90%-ы өз депозиттерін онлайн платформа арқылы есептеп бақылайды. Онлайн платформа корпоративтік бизнестің құжатты рәсімдеу жұмысын оңтайландырса, жеке тұлғалардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Қазір банктегі барлық қаржы операциялары, тіпті төлем карталарын басып шығару мобильдік қосымша арқылы іске асады. Осы қызмет түрін өткен айда 6000-нан астам адам қолданған. С одной стороны, мы и дальше развиваем нашу филиал. Қазіргі таңда біздің банктың 91 бөлімшесі бар болса, жыл соңына дейін олардың санын 102-ге жеткізу жоспарымызда бар. Біз Астана халықаралық қаржы орталығынан да бір бөлімше аштық. Мұнда онлайн қызмет түрінде пайдалануға болады. Ал 2020 жылы Қазақстан бойынша тағы 10 бөлімше ашылмақ. Сбербанк алдағы уақытта өзге де өнім түрлерін шығаруды қолға алмақ. Оның ішінде кәсіпкерлерге заңды және қаржы емес ұйымдарға арналған дайын бизнес кілті бағдарламасы бар. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Хабар агенттігінің журналистері ауқымды медиа компания Евроньюстың білікті мамандарымен тәжірибе алмасуда. Әрі ақпараттық арна қызметкерлері тілшілерімізді өздерінің жұмыс істеу қағидаларымен таныстырып, конвергенттікке баулуда. Тек мәтін жазып қоймай, қажет болса бейне материал түсіріп, оны қалай құрастыру қажеттігінде көрсетті. Көрерменге жаңалықты шұғыл жеткізу үшін күнделікті жан қалтамыздан түспейтін ұялы телефон жеткілікті дейді Евроньюс мамандары. Ал тілшілеріміз білгендерін естеріне түсірумен қатар телевизияның техникалық тұстары туралы білімдерін толықтырғандарына қуанышты. Қазір қорытынды жаңалықтардан кейін президенттің телерадио кешені түсірген «Казахстан-Япония вместе в безъядерный мир» деректі фильмін назарларыңызға сұнамыз. Онда қос мемлекеттің ядролық қарусыз әлем құруға қосқан үлесі баяндалады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.